Бүгін сыйлық берейін деп жатыр, қай қатысушыға береді екен, қызық болады. Ол қатысушыны Дәулет қызған қалмай екен, сол қала алмай ға негізі. Азиза кімге сыйлық береді екен, мұны да білетін боламыз. Қандай сыйлық алдың, қанша теңге сумасы примерно? 18 мың теңгеге сыйлық алыпты, бірақ аз ғой. Бокс примерно. Киім? Сәлем. Қалайсыздар, қайырлы таң. Қадем сәттісіздер. Мерекелеріңізбен келе жатса. Әндіктер насыл өңгесіне. Қалайсыз? Қалай аялым дұттың ғой? Олжас. Жақсы шүкір, өздеріңіз бастыр. Не жаңалық? 20 мың теңге оқырмандарға ең күшті жазған комментарий. Олжас парақшасына кіріңіздер. Керемет, ерекше жазған комментарийға Олжас 20 мың теңге беремін дейді. 5 адамға 5 мың теңге. 5 адамға 5 мың теңгеден. 25 мың көтеді деген ғой, 4 адамға. 5 адамға деп айтып қойдым, бұл күтеміз енді. Нарызын ішінен, нан білеспесіз. Қатман ау? Сәлем мен болашақ жарым. Сәлем менің. Бірақ. Мен айтам, маған сыйлық беретін қыздың ақшасы көп болса еді. Бұның сұраған сыйлығы негізі 25 мың сондай тұрады қатысу. Одан көп? Даже нет, Протеины. Спорт. Айтшы. Ай, Өзің қалайсың? бүгін күшті бір жаңалық болады менен. Бірақ ол келген емес, өкінішке орай. Жаңа әнім шығады десем. Қандай ән? Махаббатсыз өмір бола ма деген. Көреміз енді. Әлі көтеріп жүрсің ғой. Не мынау? Салют қой? Кенженің аталмай жүрген салюты ол. Жүрге атайық жүріңдер. Қазір кешке атамыз жүрген студияның қандай сағат 7 болған. Тиктоктар бастап. Қалайсың, тәтті тоқаш? Қыз аяулым 2005 жылғы, Азиза 98 жылғы. 95 тем более. Бірге тұрыңдаршы, бірге. Бойластар. Қайсысы жас көрінеді, қайсысы үлкен көрінеді? Вопрос жазыңыздар. Мен айтамын. Араларын 10 жас. Мен айтамын. Ойлайсыз, сен туылып атқан кезде 10-ға келіп атты. 10 жасында не істедің сен? Мектеп 10 жылында. Сіз вообще. Мен туған алтын Сен о кезде. Мейірбек Кенжеге бүгін не сыйлайсың? Бүгін туған күні ғой. Неге? Ол менің неме тиетін, намысыма тиетін сөз айтты. Қандай сөз? Бақытсыз деп айтты мен. Сен намысына тиетін сөз неге үшін айтасың бақытсыз деп? Бақытсыз деген намысқа тиетін сөз. Науше. Айгерім, күрештейдер. Сәкен жас кеткен ғой ше. Диярдың әйел жұмысқа келіп апты, ұялмай. Келінді қызмет деген бар, Айзада. Енді ол қанша рет атқарсан да... Бәріне үлгеру керек келін деген.